Бала салмағының неліктен аз болу себептеріне бүгін тоқталатын боламыз. Ең бірінші себебі бұл жүктілікке байланысты. Егер шала туылатын болса 37 аптаға дейін. Екінші, туа біткен даму ақаулары. Мысалы, жүрек аурулары немесе басқа органдарға байланысты ақаулар болатын болса. Келесі, анасының жүктілік кезінде алкоголь ішуі және де инфекциялық аурулармен ауыратын болса, бұл тікелей әсер етеді. Бала дүниеге келгеннен кейін, егер балада анемия болса, дефициттер болса, ішектің сіңірілуінің бұзылысы, яғни тағамдық аллергия, целиакия болған кезде, гормоналды бұзылыстар, яғни қалқанша без аурулары болса, келесі созылмалы инфекциялармен ауырған кезде, мысалға туберкулез немесе ішек инфекциялары. Бала 6 айдан кіші болған кезде, егер емізу техникасы дұрыс болмаса, тіл асты жүгеншегі қысқа болған кезде бала сүтті дұрыс ала алмайды. Немесе бала аз ішуі мүмкін, аз емуі мүмкін. Сосын емізу аралығы ұзақ болған кезде кейбір аналар арнайы бір сағатпен ғана тамақтандырады. Мысалы 3-4 сағаттан кейін аралықпен мысалға. Ал егер де бала талап етіп тұрса, оны емізіп тамақтандыру керек. Келесі ол туа біткен даму ақаулары және де гастроэзофагальды рефлюкс кезде, яғни баланың жиі құсуы болған кезде. Баланың 3 айға дейін құсуы ол қалыпты, өйткені өңеш пен асқазанның арасында сфинктер толық дамымайды, сол кезде құсады. Ары қарай құсулар болса, 3 айдан асқан кезде, онда оны міндетті түрде тексерту керек. Егер бала 6 айдан асқан кезде 1 жасқа дейінгі аралықта болса, оның себептеріне қосымша тамақты кеш енгізетін болса, негізі 5,5-6 айдан бастап баланың қызығушылығы пайда болғаннан бастап енгізу керек. Қосымша тамақтың мөлшері аз болатын болса, және оны бергеннен кейін емізуді тоқтататын болса, негізі емізуді де беру керек, және қосымша тамақты да беру керек. ВОЗ бойынша 2 жасқа дейін емізу рұқсат етілген. Келесі глисты және де паразиттер болса, сосын тағамдық аллергиясы болса, яғни баланың сүтке, яғни сиыр сүтінің ақуызына аллергиясы болған жағдайда осындай жағдайлар кездеседі. Ескере кететін жағдай, балаға міндетті түрде сиыр сүтін беретін кезде оның 1 жастан асқан екендігіне мән беру керек. 1 жасқа дейін болмайды. Егер бала 1 жастан асқан болып, жаңағыдай салмағы аз болатын болса, оған келесі себептер әсер етуі мүмкін. Егер бала тамақты талғап жейтін болса, егер сіз оны күштеп тамақтандыратын болсаңыз, және де айтқан анемия ауруын дұрыс емдемесе, анасына анемия баласына берілген кезде, және оны емдемейтін болса, созылмалы аурулар болатын болса, инфекциялық аурулар болса, яғни жиі тұмаумен ауру, ішек инфекциялармен ауру, стресс, эмоционалды факторлар, отбасындағы жағдайлар болсын, балабақша болсын, ол балаға әсер етеді. Сосын келесі сүт, биоз, айран, шырынды тамақтарды көп беру. Ол тамақтың барлығын беретін болса, ол бала негізгі құнарлы тамаққа деген өзінің аппетиті төмендеп кетуі мүмкін. Келесі целиакия, яғни глютенге төзімсіздік болған жағдайда алып келеді. Енді біз қандай анализдер тапсыру керек екендігіне тоқталайық. Дәрігер толық тексеру жасайды, салмағын, бойынан қажеттілігін барлығын тексерген кезде келесі анализдер тапсырылады. Жалпы қан анализі, ол жерде біз анемияның бар жоқтығын, инфекцияны жоққа шығаруымыз керек, яғни ол бар болса міндетті түрде емдеу керек. Келесі қалқанша без ауруларын тексеру мақсатында ТТГ-ны тапсырамыз. Келесі ақуыз, темір, мырыш деңгейлері. Егер мысалы анемия, темір болған кезде баланың аппетиті ол міндетті түрде болмайтындығын ескеру керек. Келесі ол глюкоза, инсулин деңгейін тексереміз. Қан себеті бар жоқтығын, өткені қан себеті кезінде де ол баланың тамағының аз болуына әсер етеді. Келесі глисты және де паразиттерге анализ, сосын целиакияға міндетті түрде тест тапсыруымыз керек. Кейбір аналар баланың салмағы қалыпты болса да аз деп ойлауы мүмкін. Міндетті түрде дәрігерге апарыңыз, сосын оны ВОЗ көрсеткіштері бойынша қарайды. Егер де шынымен де аз болса, оның себебін іздеуіміз керек. Себебін біз жойған кезде ғана біз оның қалыпты түрде дамуына көмектесе аламыз. Тамақтану мәселесі, мысалы стресс факторлар болуы мүмкін. Өздігіңізден диагноз қоймай, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек.